22 жыл бойы Қазақстанның оқу-ағарту саласында еңбек етіп келе жатқан қазақ-түрік лицейлері 1992 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен Түркия президенті Тұрғыт Өзалдың бірігіп жасасқан ортақ келісімімен қолдау арқасында алғаш болып Алматы, Көкшетау, Түркістан қалаларында ашылды. Түбі бір түркі жұртының қос бұтағы, ата жұрт қазақ елі мен Анадолы түрік елінің қарым-қатынасы еліміз тәуелсіздік алған сол кезеңде оқу-ағарту саласында қайта жаңғырды. Достық пен ынтымақтастықтың арқасында ортақ тарихы бар, дәстүрі, тілі бір бауырлас өлкелер арасындағы байланыстың үлкен арнасына осылайша қайта жан бітті. Қазақ-түрік лицей оқушылары соңғы 23 жыл ішінде білім олимпиадаларында жалпы 13.367 медаль жеңіп алды. Соның ішінде халықаралық олимпиадаларда 1597 медальға ие болды. Қорыта айтқанда, әрбір 3 түлекке 2 медаль. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2011-2012 оқу жылының алғашқы күні Астанадағы қазақ-түрік лицейінде болған кезде атқарылып жатқан жұмыстарды жоғары бағалады. 2007 жылы осы мектептің ашылуына келгенмін. Бұл мектептің ерекшелігі білім беру сапасында, әсіресе математика, физика, химия, биология жағынан және қазақ, ағылшын, орыс, түрік тілдерін үйрену мәселелері. Бұл мектептің түлектері мынау халықаралық президент атындағы университеттің ең көп түскен өрендері осы мектептен түсті. Дүниежүзілік олимпиадаларда жеңіп жатқан осы мектептің өрендері. Бұл білім ордаларының басты мақсаты білімді, көп тілді меңгерген, өз елінің ертеңі үшін болашақта бәсекеге қабілетті, отан сүйгіш, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, өз ұлтының құндылықтарын бойына сіңірген, ана тілін жетік меңгерген, салт дәстүрін сыйлайтын, халқымыздың тәуелсіздік жолындағы тарихын тәу ететін, ұлттық дүниетанымы негізінде көзқарасы қалыптасқан жас ұрпақты тәрбиелеп шығару болып табылады. Өскелең ұрпаққа қазақ халқының мәдени, әдеби және рухани қазыналарын кеңінен насихаттау, оқушылардың шығармашылық, ізденушілік қабілеттерін жетілдіру және мәдени дүниетанымын дамыту мақсатында мемлекеттігіміздің негізгі атрибуттарының бірі саналатын мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтуге ерекше көңіл бөлу қазақ-түрік лицейлерінің басты ұстанымдарының бірі болып табылады. Мемлекеттік тіліміз бен қазақтың көркем әдебиетін жақсы меңгеруі, ән айтуы, мәнерлеп оқуы, ғылыми жұмыстар қорғауы, туған өлкесін танытуына оқушыларға мүмкіндік беретін жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының өткізілуі баршамыздың ана тілімізге деген ақ пейілінің айқын айғағы. 2009 жылдан бері Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігінің қолдауымен КТФ халықаралық қоғамдық қоры республикамыздың түкпір-түпкірінен еліміздің барлық мектеп оқушылары қатысатын республикалық қазақ тілі олимпиадасын кең көлемде ұйымдастырып келеді. Алғашқы 6 жылы жарқын болашақ қазақ тілі олимпиадасының республикалық кезеңіне еліміздің 1000-ға жуық мектебінен жалпы саны 1446 оқушы қатысты. Тілі бірдің тілегі бір.